Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, қайырлы кеш баршаларыңызға. Қалайсыздар? Бізде бітахана толып тұр ғой. Сіздерге жаңалықтар өте көп. Мында Адлер пародысы тұр, міне. Адлер. Менде телефон әлі ауыстырған жоқпын. Мында қаздар бар. Сосын австралоктың пародысы бар. Мына атешті білесіздер ме? Білмейсем, мынау. Австралоктың атеші тек бойы өсіппей қалған, қараусы қалып қойған. Мыналарда австралоктың тауықтары. Мынау атеші. Ана тауық, ана домашний тауық. Мына жерде 3 тауық, 2 атеш жүр австралоктың. Бір домашний тауық жүр. Сосын 15 қаз бар міне. Енді маған Орал қаласынан еркек қаздар керек. Ұрғашы қазға ауыстыратындарыңыз болса. Бұлар жұмыртқа туып тұр, тауығы да, қазда. Қазір бірге қамап жатқан жайым бар, қаздарды. Оны да сіздерге көрсетем. Ендігі мәселе бізде. Мынаның артымен короче шығады, қаздар арғаратай ар жаққа шығып кетеді ғой. Менде мына үйдің ар жағында не бар ғой, соған шығып кетеді. Осылай үйде ремонт жүріп жатыр бізде. Мына ағаштарды бұйыртса біреулер алып кетеді келіп. Айтпақшы, инкубаторды көрдіңіздер. Инкубатордың запчастьін Оренбургқа жібердік. Енді одан хабар күтеміз. Обратно кері салып жүргенше. Айтпақшы, мынау біздің айтпаппын ескі үй. Оның ішін тоже бөліп жатыр қазір. Мен өзім жұмыста жүргеннен сетка алған жоқпыз, уақыт деген жоқ. Бер жағын ағашпен бөліп тастадық. Енді мына жер ағаш болмайды, тоже сетка болады. Мынаның алды сетка болады. Мына жер сетка болады. Сосын мынау міне бір есік, екі есік. Мында Адлер тұрады. Оған міне стойка қазылып тұр. Мына бір стойка түседі. Мына жерден былайынан бөлінеді. Сол кезде мына жерде бір Адлер пародысы тұрады мына жақта. Енді мына жерден бөлгенде бұл жерге домашний тауықтар тұрады. Мына қанда тұрған, қорада тұрған австралогы бар, домашний бар, сондайлар тұрады. Ертең ақ тауықтар, қызыл исушкалар солар тұрады тоже. Сосын ала бұйыртса, мына жерден бөлінеді. Оған светлый брамалар келу керек бұйыртса, олар тұрады. Ал мына да бізде австралог тұр. Мына қораның ішінде. Бұларға кеңінен Адлер мен бұл екеуіне кеңінен орын дайындадық. Потому что бізге именно осы порода ақша келіп тұр. Осы мен Адлер екеуі жақсы ақша келіп тұрғаннан кейін осыларға кеңінен орын дайындадық. Бұларға ертең тағы да қастарына тауық қосылады ғой, сол себепті. Мінекей анда светімді әкеліп қойдым. Кешкісін жұмыс жасағанда жалғайтын қылып. Мында бір свет түседі. Анда бір свет түседі. Ана. Короче, мына ішінде 2 свет болады ғой. Тоже мыналар алынады. Мына жер сетка болады. Потому что біздер анағаның ішіне басқа тауықтар келгеннен кейін қан ауысып кетпеу үшін австралогты осында көшіруге тура келіп. Сол себепті мен жағын гипскардонмен істеп қойдық. Міне бір терезе тұр, 2 терезе, 3 төртеу тұр. Мынаның ішінде бер жағында жоқ, ар жағында терезе бар. Сындар болдым мен. Енді мына терезені алып тастап, ана жерге сетке қою керек ар жағына, потому что жел соғып тұру керек қой мен жағына. Осындай бізде жаңалықтар болып жатыр. Далаға шығатын кезде ең бірінші, мысалы, мына порода 1 сағат далаға шығады, 1 сағат жайылып келеді, содан кейін барып қораға кіреді, и дальше ана порода шығады, и сосын мыналар таңертең кешкен жүреді ғой. Солай шығады ғой, короче, кезекпен. Аналар тұр, айттым. Мыналарды алып кетеді. Мына жақта жайылып жатыр, айтпақшы. Бізде. Көрсетейін. Мінекей. Қаздар осы жақта жайылып жүр. Тоже ана жерден бөліп тастадық. Ар жағы қаңылдар тартылды. Солай. Осындай жаңалықтар болып жатыр. Енді көптен эфирге де кірмей қалдым. TikTokқа, YouTubeқа да видео салынбай қалды. Осындай жағдайлар болып жатыр.
арнаға тіркеліп лайк комментарий жазуды ұмытпаңыздар.